Қазақстандағы нөмірі бірінші спортшыны білесіздер ме? Біздің спорт тарихымыздағы. Сұрақтың өзі қате ғой. Бүгін Головкин жайлы сөйлесеміз. Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Біз сіздермен бүгін бокс мотив арнасы арқылы байланысқа шығып отырмыз. Менің есімім Өстемір Әзіретханұлы. Каналмен бірге дамып жатқандығымызға шын жүректен сізге алғыс. Канал өте қатты қарқынды түрде дамып жатыр. Ары қарай да дамуына өз үлесіңізді қосып қойыңыз. Біз бүгін кеудемізді мақтаныш сезімі кернейтін, туымызды әлемге көрсеткен, спорт тарихымыздағы ең үлкен мақтанып, марқайып айталатын Геннадий Геннадийұлы Головкин жайлы сөйлесетін боламыз. Геннадий Геннадьевич Головкин 1982 жылғы осы уақытқа дейін үлкен жетістіктерге жетті. Толағай табыстарымен қоса оның бізге артынан қалдырған үлкен мұрасы бар екендігі сөзсіз. Дәл қазір Головкин үлкен жетістіктерді бағындырып, өзінің спорттық мансабын аяқтаған секілді болып көрінгенімен әлі де жекпе-жекке шығуы мүмкін. Себебі Америка нарығында өздеріңізге мәлім, кезінде Рой Джонс, Майк Тайсон сынды ұлы боксшылардың барлығы да қайтадан 40 жасында, 50 жасында рингке оралып жатқандығын білесіздер. Дәл сол секілді Головкиннің жекпе-жегін Америка нарығы аңсайтыны сөзсіз. Себебі Головкин секілді орта салмақта бүкіл кездесуін 8 жыл бойы 23 кездесу, 23 нокаут, 23-тің барлығында жеңіске жеткен мұндай қазақ ол кезде болмаған еді. Мұндай спортшы ол кезде болмаған еді. Ол рекорд орнатқан болатын. Майк Тайсон кезінде 19-0 деген рекордпен келе жатып, оның барлығында нокаутпен жеңсе, ал Головкин ол 32-0 деген рекордпен және де оның соңғы 22-23 жекпе-жегі барлығы да нокаутпен аяқтап жеңіске жетіп отырған болатын. Осындай даңқты спортшымыз жайлы не үшін біз айтпаймыз, не үшін біз мақтанып тұрып айтпаймыз. Себебі кеудемізді шынымен де мақтаныш сезімі ұялайтыны сөзсіз. Енді біз бүгін ол жайлы толыққанды деректермен сіздерді таныстыратын боламыз. Головкин ол әлемге Triple G деген үлкен есімді қалдырып кетті. Осы бір есімі Қазақстанның туын, көк байрағын, одан бөлек қазақтың шапанын әлемге көрсете алды. Осы бір сары бала, қаны қазақпын, өзін қазақпын деп санайтын сары бала әлемге Қазақстанды танытты. Әрине жақсы жағынан. Мұндай пиарды ешқандай ақша, ешқандай дүниелер әкеліп бере алмайды. Әлемге мұндай атақты, мұндай жақсы атты ешкім бізге әшейін бере салмайды. Сондықтан біз Геннадийға үлкен алғысымызды айта отырып, оның кәсіпқой бокстағы, яғни оны танылған кезінен ғана емес, оған дейінгі өмір жолына да қысқаша шолу жасап өтейік. Ең бірінші 2001 жылы үлкен жарыстарға бастап шыққан, ол сәтте 67 кг салмақта Шығыс Азия ойындарының чемпионы атанған. 2002 жылы 71 кг салмақта жазғы Азияда ойындарының чемпионы атанған. Одан кейін 75 кг салмақта 2004 жылы Азия чемпионатының чемпионы болды. Одан кейін әлем кубогінде күміс алды, қола алды. Одан кейін бұның барлығында 71-75 кг салмақта және әлем чемпионы болды. 75 кг салмақта 2003 жылы әлем чемпионы болған болатын, Бангкокта өткен әлем чемпионатында. Одан кейін Олимпиада ойындарында, яғни 2004 жылы күміс алған болатын, 75 кг салмақта. Негізі оған дейін түрлі жағдайлар болған. Елдің ішінде Головкин мен Бахтияр Артаев өздеріңізге мәлім, екеуі конкуренция болған ол сәттерде. Екеуі кішкентай кезінде жекпе-жекке де шыққан. Ол кезде кім жеңді деп ойлайсыздар? Комментарийға жазыңыздар. Енді одан бөлек сол кездегі жекпе-жектерден кейін сол сәттерде Головкиннің салмағы 78-73 кг болған. Ал Бахтияр Артаевтың салмағы сол 69 кг салмақты көрсетіп отырған. Сондықтан 69 кг-ға Бахтияр Артаев, 75 кг-ға Геннадий Геннадьевич кеткен болады. Осыдан кейін ары қарай біздің Геннадийіміз үлкен жеңістерге жеткен болады. Енді осы тұста өте қызық ақпарат. Көбісі білмеуі мүмкін, Геннадийдің егізі бар. Оның бауыры деп көбісі айтады, ағасы інісі емес, оның егізі. Максим Головкин, Максим Геннадьевич екеуі бір салмақта төбелесіп жүргендіктен, осы 2001-2000 жылдары екеуі жекпе-жекке шығып, сол жекпе-жекке шықпаған өзара жолын Головкинге берген болатын. Яғни содан бастап Максим тек қана кіші жарыстарға қатысып жүріп, кейін спорттық мансабын аяқтады. Қазір Головкиннің қасында өзінің тренері, өзінің қолдаушысы, мотиватор ретінде жұмыстарын атқарады.
Енді жалпы ең қызық ақпарат, бұндай карьераны негізі көптеген спортшылар жасай алмайды. Көбісі 250-300-бен тоқтайды, ал бұл Головкин 350 жекпе-жек өткізген. Соның 345-інде жеңіске жеткен. Ойлаңыздаршы, 5-ақ жарыс жеңілген, 5-ақ жарыс. Оның өзі жаңа финалдар, үлкен маңызды сындарда ғана. Қалған жеңістердің барлығын өз күшімен, өзінің ауыр соққыларымен, өзінің әдемі тактикасымен жеңіске жеткен. Көбісі ойлайды, Головкинді негізі ұрған кезде тек қана мықты удары ғана бар деп ойлайды. Ал бірақ өздеріңіз білесіздер, әуесқой бокста ол жерде тек қана удардың үлкендігі, удардың мықтылығы ғана емес, техникада өте маңызды. Сондықтан Головкиннің техникасын біз жоққа шығара алмаймыз. Яғни оның удары ғана бар, сол үшін ғана ол атақты болды деп айту қисынсыз. Енді одан кейін біз кәсіпқой рингтегі жеңістеріне тоқталайық. 2006 жылы, содан кейін 2004 жылы Олимпиададан кейін ешқандай жарысқа шықпай, арада 2 жыл үзілістен кейін 2006 жылы кәсіпқой рингке оралады. Не үшін Головкинді біз мақтанып айтамыз? Бүкіл спортшыларымыз Головкинді мақтанып айтады. Себебі ол сол сәттердегі кәсіпқой боксқа барғаннан кейінгі кәсіпқой боксшылардың жағдайы қаншалықты үлкен деңгейге жете алатындығын көрсеткен спортшы, қазақ спортшыларына. Оған дейін Василий Жиров, әрине, әуесқойда да Олимпиада чемпионы болғаннан кейін кәсіпқойға барып әлем чемпионы болды. Бірақ одан кейін бұндай атаққа, бұндай үлкен дәрежеге Головкин жеткен болатын. Головкин өте үлкен жетістіктерге жеткен 2016-2017 жылдары, яғни қараңыздар, 2006-да бастады, 2016 жылы паундтың лидері болған, яғни 2 жыл қатарынан. Және Альвареспен жекпе-жегі жыл жекпе-жегі атанған. Яғни осындай үлкен жекпе-жектер, ол жылына бір адамға бір жекпе-жекке ғана беріледі, сол жекпе-жектерді Головкин алған. Яғни Головкиннің соншалықты атақ дәрежесі осындай деңгейге жеткен. 10 жылдың ішінде кәсіпқой рингте. Ал оған дейінгі тағдыры көп адамдарға белгісіз. Әрине ол оған дейін Германияда бокстасты, сол сәттерде жүріп 2010 жылы поиск алды, дәл қазіргі Жәнібек Әлімханұлы секілді 4 жыл 5 жылдың ішінде жекпе-жектен поиск алды, әлем чемпионы болды. Бірақ әлі де танымал емес, тіпті елдің өзінде көп адам тани бермейді, бірақ ол алдағы қадамдарын жасай беріп, арада соттасты германиялық промоутерлермен. Содан кейін де Америкаға барып өзін дәлелдеді. Яғни барлық жекпе-жектерін нокаутпен жеңу арқылы орта салмақтың негізі көп адамдар орта салмаққа, жеңіл салмақтарға қызыға бермейді негізі. Ең көп боксшылардың қызығушылығы қатты артып тұрған, халықтың сұранысында тұрған ол әрине ауыр салмақ. Неге? Себебі ол жақта көп нокаут болады. Ал енді сол нокауттарды орта салмаққа алып келген боксшылардың бірі осы Геннадий. Сондықтан Геннадий ағамызға біз үлкен алғысымызды айтуымыз керек. Соңғы сол 10 жылдың ішінде, 10 жылдан кейін үлкен танымалдылыққа ие болды. Сол жылдары рекорды кіршіксіз болды. Америка нарығындағы, Ұлыбритания нарығындағы, Жапониядағы қаншама мықты спортшыларды сол жаққа бару керек болса, барып тұрып, сол жақтағы залдың барлығын толтырып тұрып, сол жақтың халқының көзінше сол елдің спортшысын масқарасын шығарып тұрып жеңіске жетті ғой былай келген кезде. Осындай үлкен атақтары, осындай үлкен жеңістері бар, және ол осы арқылы ұлы болды. Енді өзінің жасы келе бастағаннан кейін барып Альвареспен шыққандарын білесіздер. Альварес әрине қазіргі ірі есімдердің бірі, бокс әлемінде бұндай үлкен ықпалды боксшылар әлемде аз. Өзі саусақпен санарлық қана соның бірін және көшін бастап тұрған Канело. Сондықтан Канело ол мықты алаяқ деуге де болатын шығар. Сол сәттерде төрешілерді де сатып алды, басқа да факторлармен әйтеуір Головкинді жеңді, Triple G-да. Бірінші жекпе-жек өздеріңіз білесіздер, нича аяқталған болатын, екінші жекпе-жекте жеңген болатын, үшінші жекпе-жекте әрине енді Головкин тіпті қартайып қалған болатын, бірақ оның шығып бұл жерде ескеретін не? Орта Азияда, осы Европада ең ұлы боксшылардың тізімінде Головкин бар. Әлемдік ең ұлы боксшылардың тізімінде Головкин бар. Не үшін? Себебі Головкин құламаған, мүлдем нокдаунға түспеген, ешқандай нокдаунға. Қазір жаңағы екі салмақта абсолют болған түрлі рекордтарды қойып жатқан Иноуэнің өзі, жапониялық Иноуэнің өзі нокдаунға түскен. Сондықтан бұл мақтанып айтарлық үлкен жетістік. Пакьяо нокдаунға түскен. Сондықтан көптеген жігіттер нокдаунға түсіп жатса, біздің Головкин ешқандай нокдаунда болмаған. Мен шынымен де өзім риза болдым. Үшінші соңғы Канеломен шыққан жекпе-жегінде Канело негізі құлатуға тырысты, құлатып тұрып жеңгісі келді. Бірақ ол қатты соққыларын берді, жекпе-жекті қарап шықсаңыздар болады. Бірақ Головкин ол саған оңай жаңғақ емеспін деп өзін дәлелдеп шықты. Енді біз еске алған кезде осы көрдіңіздер ғой, ұлы боксшылардың тарихында өзі ұлы бірнеше ғана жекпе-жегі болады.
ол бүкіл жекпе-жегі, бүкіл жекпе-жектерінің барлығы ұлы жекпе-жектер деп айта алмаймыз. Сондықтан қазір Жәнібек болсын, өзіміздің қазақ батырларының жігіттері болсын, олар қазақ батырларына біз көп сын айтамыз негізі. Осы сынның барлығы негізі менің ойымша дұрыс емес, себебі олардың да бір күні жұлдызы жарқырайтын сәт келеді. Ұлы бір боксшымен шығады, яғни танымал бір боксшыны жеңіп кеткеннен кейін ол танымал болады, одан кейін әрине ол одан мықтылармен шығуға келіспегеннен кейін не істейді, әрине өзінен әлсіздермен шығады. Сондықтан бұл біздің қалағанымыздай бола бермейді ғой. Сол үшін осыны ескеріп, біз әлі де Головкин секілді қазақтың туын, қазақтың ел екендігін, мықты спорт мектебі бар екендігін көрсетіп отыратын спортшыларымыз үзілмей шығып отыра берсін. Қазақ стайл, Садриддин деген секілді. Головкин өздеріңізге мәлім 160 фунтта, 72 килограмм салмақта жұдырықтасқан болатын. Бұл салмақтың ең ұзақ чемпионы, ең ұзақ. 21 рет IBF чемпиондығын, жалпы чемпиондық атақты 21 рет қорғаған. Яғни бұл кіршіксіз, яғни бұндай ұзақ уақыт бойы бір поясты қорғап жүру уақыт және не жағынан, жекпе-жек жағынан бұл өте жоғары деңгейдегі профессионализмді көрсетеді. Яғни сондықтан да біз Головкинге үлкен алғыс айтамыз. Әрине сын айтсақ кете береді. Неге ол салмақтарын ауыстырмады, неге абсолют болмады, неге бүйтпеді, неге сөйтпеді. Оның барлығы да жалған. Оның барлығында адамның өзінің қалауы болмаса, адамның өзінің чемпионның, яғни Головкиннің, Triple G-дің өзінің қалауы болмағаннан кейін біз оған ол қалауды салып бере алмаймыз. Сондықтан өзінің қалауы не болды және соған ол жетті деп есептейміз. Үлкен жетістіктерге жетті. Қазір енді Кроуфордпен шығуы мүмкін деген ақпарат тарауда. Негізі шықса да өте тамаша болады деп есептеймін. Егер қойылымды, яғни постановочный бой болмайтын болса, бұл жерде Головкиннің жеңетіні сөзсіз. Себебі бұндай тонна ұратын, өте мықты техникасы жоғары Головкин әлі де бабында деп есептеймін. Әрине Кроуфорд жас болғанымен, оған қарамастан Головкин оны жеңіп қояды. Енді Головкиннің алдағы мансабы енді 1-2 жекпе-жек өткізер ары кетсе. Сондықтан оған үлкен жанкүйерлік етеміз. Астанада немесе Алматыда, үлкен Қазақстанда өткізсе екен деген тілегіміз бар. Сіздердің де қандай тілектеріңіз бар, оның барлығын, біздің спортшыларға арналған тілектердің барлығын комментарийға жазыңыздар. Құрметтім, осы видеоны жалпы біз дайындау барысында үлкен күш жұмсаймыз. Түсіру үшін, монтаждау үшін, басқа үшін деген сынды. Сондықтан осы сәтті пайдалана отырып, бір кішігірім жарнама айтып өтсем. Жалпы менің есімім Өстемір Әзіретханұлы, мен осы уақытқа дейін соңғы 2 жылдықта ораторлық өнерді үйретіп жүрмін. Егер сіздерде камера алдында еркін сөйлегілеріңіз келетін болса, блог жүргізулеріңіз келетін болса, продажник болсаңыз, SMM болсаңыз, басқа болсаңыздар да қазір нарыққа қажетті мамандықтардың бірі ғой, өздеріңіз білесіздер. Дәл осы камераға емін-еркін сөйлеу үшін ораторлық өнер қажет. Қазір оны жеке бренд деп немесе басқа деп 1 миллион, 2 миллион теңгеге үлкен суммаларға сіздерге ол курстарды сатып жатыр. Бізде олай емес, оған дейінгі этаптарында сіз негізгі инструменттерді үйрене отырып, ары қарай оратор болуға мүмкіндік аласыз. Осы бір ораторлық өнерді меңгергеннен кейін осылай YouTube канал жүргізсеңіз болады, немесе басқа да сайттарға өзіңіз қалаған, көңіліңіз соққан әдемі каналдарды жүргізе аласыз. Сондықтан да сізге сәттілік тілей отырып, егер ораторлық өнерді үйрену қызық болатын болса, кішкене тұтығып сөйлеу немесе басқа да мәселелер, қысылу, не үшін қысыламын деген сияқты сұрақтарыңыз болатын болса, давайте астына Google форму қалдырам. Сол жерге Google формаға кіріп, өзіңіздің нөміріңізді қалдырып кетіңіз. Мен өзім сізге хабарласып, мән-жайды түсіндіріп, сізде қандай мәселе бар екендігін көріп беремін. Содан кейін егер жақсы болып жатса, менде символистский қолжетімді курс бар. Сол курсты бәлкім ұсынып көремін. Ары қарай шешімді өзіңіз әрине қабылдайсыз. Егер сізге пайдалы болатын болса, онда мен де сізде жақсы пайданы еншілейміз деген үміттемін. Құрметті чемпион, бізбен бірге болғаныңа, арнаның дамуына үлес қосып жатқаныңа үлкен рахмет. Келесі шығарылымдарда кімдерді күтесіздер, барлығын комментарийға жазып отырыңыздар. Біз сіздермен бірге дамығымыз келеді.